Қайырлы күн. Қазақ тілі 6 сынып 9 бөлім 3-4 сабақ әлемдегі кітап мұрағаттары мол кітапханалар деген тақырыпқа тоқталамыз. Бүгінгі тақырыпта әлемдегі кітап мұрағаттары мол кітапханалар туралы мәліметтер аламыз және тілдік бағдар бойынша үстеу, оның ішінде себеп салдар үстеуіне тоқталамыз. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Тыңдалым мәтіні. Әлемдегі кітап мұрағаттары мол кітапханалар деген тақырып бойынша мына тыңдалым мәтініне назар аударайық. Кітап білім бұлағы. Кітап білімнің қайнар көзі. Кітап қана мәнді білім береді. Себебі ол адамды терең ойлауға жетелейді. Адам кітаптың бетін ашқан сайын, оның тылсым табиғатын, жаңа құндылықтарды үйренеді. Наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол деп текке айтылмаған. Кітап оқыған адамның шетте қалмасы анық. Қазіргі заманда техниканың дамуына байланысты кітапханалардың болашағы жоқ деген сөздің қисыны келмейді. Себебі компьютер адамның денсаулығына, әсіресе көзіне зиян. Адам баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ал білім сипаты алуан түрлі. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде, немесе көркем әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі. Тарихы мен тағылымның алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың кейінгі ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ойлаудан да тыйылар едік, деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап, талғап, оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсеріңді өмір қажетіне жарата білу, әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Енді осы мәтіннің мазмұны арқылы біз тапсырмаларды орындаймыз және себеп салдар үстеуіне тоқталамыз. Екінші тапсырма. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап бер. Автор кітапқа қатысты қандай маңызды пікірлермен өздеріңмен бөлісіп отыр? Өзің қандай кітаптарды оқуды ұнатасың? Ойыңмен бөліс. Бұл тапсырманы тыңдалым мәтіні бойынша ауызша жауап бересіңдер. Міне тыңдалым мәтіні, осы тыңдалым мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Енді тілдік бағдар бойынша үстеулерді еске түсірейік. Үстеулер қимыл іс-әрекеттің амалын, тәсілін, мезгілін, мекенін, мақсатын білдіретін үстеу түрі. Сөз табының бір түрі. Мағыналарына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Мезгіл үстеуі, мекен үстеуі, мөлшер үстеуі, сын қимыл үстеуі, мақсат үстеуі, себеп салдар үстеуі. Себеп салдар үстеуі. Қимыл амалдың себебін, не салдарын білдіретін үстеудің түрі. Сұрақтары қалай, неліктен деген сұраққа жауап береді. Себеп салдар үстеулері көбінесе етістікпен тіркеседі.
себеп салдар істеулерде босқа, бекерге, амалсыздан, лажсыздан, шарасыздан деген сөздер жатады. Сонымен бірге көсемшелердің қайталануы арқылы сөйлей, көре, оқи деген туынды істеулер жатады. Қазір біз тапсырмаларды орындау барысында істеулерге сұрақ қою арқылы қай сөзбен тіркесетіндігін анықтаймыз. Үшінші тапсырма. Сөйлемдердегі себеп салдар істеулерін көшіріп жаз. Сөйлемде жеке оқып шығамыз. Орнынан амалсыздан тұрған ол есікке қарай беттеді. Бұл жерде неліктен есікке қарай беттеді. Амалсыздан. Демек, етістікпен беттеседі деген етістікпен тіркеседі. Әрқашанда осылай ешкім сенбейді маған. Босқа жүрмін шабылып. Қалай жүрмін? Босқа жүрмін. Босқа дегенде себеп салдар істеуіне жатады және етістікпен тіркеседі. Кеше жауабын беремін деп уәде еткен едім. Лажсыздан келістім. Бұл сөйлемде неліктен келістім? Яғни іс-әрекеттің қимылдың себебін, салдарын білдіріп тұр. Демек, неліктен деген сұрақ қою арқылы оны етістікпен байланыстырамыз. Сонда себеп салдар істеулері үнемі етістікпен тіркеседі. Және осы іс-әрекеттің себебін білдіреді. Ертең бүрсігүні не бітіресіз? Бекерге шаршайсыз, келмеңіз. Мына жерде кеше деген, ертең бүрсігүні деген мезгіл істеулері бар. Бірақ бізге тапсырманың шарты бойынша бізге тек қана себеп салдар істеуін табу керек. Сондықтан біз себеп салдар істеуіне тоқталамыз. Қалай шаршайсың? Бекерге шаршайсың. Демек, бекерге дегеніміз шаршайсың деген етістікпен тіркеседі, бекерге себеп салдар істеуіне жатады. Өзім жауабын айтамын. Бұл сөйлемде себеп салдар істеуі жоқ. Манадан бері неге айтпадың? Манадан бері деген мезгіл істеуіне тоқталмаймыз. Босқа тосып отырмыз ба? Неліктен? Қалай тосып отырмыз? Босқа. Қалай тосып отырмыз? Босқа. Бекерге деген мағынада айтылған екен. Демек, босқа дегеніміз бұл себеп салдар істеуі. Көре, көсем боларсың. Сөйлей, шешен боларсың деген сол. Бұл жерде біз бағана айттық, көре, бұл туынды істеу арқылы жасалған себеп салдар істеуі. Қалай шешен боласың? Сөйлей, шешен боласың. Енді осы істеулердің жасалу жолдарына тоқталып кетейік. Міне істеулерді біз таптым. Және бұл істеулерді дәптерлеріңізге жазған кезде міндетті түрде істеулердің, себеп салдар істеулерінің астын бір сызықпен сызып отырамыз. Міне, амалсыздан себеп салдар істеуі, босқа себеп салдар істеуі, лажсыздан себеп салдар істеуі, бекерге босқа көре және сөйлей себеп салдар істеулеріне жатады екен. Сұрақтары қалай, неліктен деген сұрақтарға жауап береді. Амалсыздан құрамына қарай дара, босқа құрамына қарай дара, себебі бір ғана сөзден тұрады. Лажсыздан дара, бекерге дара, босқа дара. Себебі бір ғана сөзден тұрады. Ал көре, сөйлей бұл күрделі. Себебі екі сөзден жасалған қайталама қос сөз. Бір сөздің қайталануы арқылы жасалып тұр. Бұл істеулердің барлығы да себеп салдар істеулеріне жатады. Міне мағынасына қарай себеп салдар істеу деп көрсетіп қойдым. 7-ші тапсырма.
Өткен сабақтарды есіңе түсір. Тыңдалым, оқылым мәтініндегі мәліметтерді қолдана отырып, кітапханалардың адамдар үшін маңызы қандай тақырыбында мәтін жаз. Үстеу түрлерін қолдан. Енді бұл жерде үстеулердің мағыналық түрлеріне қарай барлық түрлерін қолдануға болады. Мәтін жазу кезінде мына жоспарды басшылыққа аламыз. Кіріспе бөлім кітап білім бұлағы, негізгі бөлімде кітаптардың қоймасы кітапхана, қорытынды бөлім кітапханалар кітапсүйер қауымның мекені. Демек, осы жоспарды басшылыққа ала отырып, бізге мынадай етіп мәтін жазуға болады. Кітапханалардың адамдар үшін маңызы. Кіріспе бөлімі, мынау негізгі бөлім, мынау қорытынды бөлім. Кітап білімнің қайнар бұлағы. Кітап біздің досымыз, ақылшымыз. Бар жақсы қасиеттерді, жаңа құндылықтарды кітаптан үйренеміз. Кітап сырласымыз. Наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол деп бекерге айтылмаған. Кітаптардың қоймасы кітапхана. Кітапхананың тұрақты оқырманы болсаңыз, қалаған кітаптарыңызды тауып, ішінен керекті мәліметтерді оқып, қажетіңізге жаратасыз. Қазіргі заманда электронды кітапхананы да қолдануға болады. Кітапханадан дос табасың, миыңды шынықтырасың, мақсатыңа жетесің. Кітапхана кітапсүйер қауымның мекені. Білім нәрімен сусындататын құтты мекен. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың кейінгі ұрпаққа қалдыратын рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік, деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап, талғап оқи білу өнер. Міне, мен 7-ші тапсырмада тек үлгісін ғана ұсындым. 7-ші тапсырмада шарт бойынша бізге өткен сабақтардағы есіңе түсір және тыңдалым мәтініндегі мәліметтерді пайдалана отырып жазуға болады. Тыңдалым мәтінін тағы да есімізге түсірсек, тыңдалым мәтіні әлемдегі кітап мұрағаттары мол кітапханалар деген бөлім бойынша берілген осы мәтін болатын. Осы мәтіннің ішіндегі мәліметтерді ала отырып, осы үлгіде тапсырманы орындауға болады. Енді осы мәтінді орындау кезінде үстеулерді қолдану керек еді. Енді мәтін ішіндегі үстеулерді іздеп көрейік. Бұл жерде үстеу, бекерге деген үстеу бар. Кітап наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол деп бекерге айтылмаған. Неліктен айтылмаған? Қалай айтылмаған? Бекерге айтылмаған. Себеп салдар үстеуі. Не етістік білдіргізеді. Сол сияқты қазіргі заманда, қашанғы заманда, қай заманда? Демек, қазіргі деген бұл жерде мезгіл үстеуі, зат есіммен тіркеседі. Одан кейін бізде кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың кейінгі ұрпаққа қалдыратын рухани өсиеті. Бұл жерде де қай ұрпақ, қашанғы ұрпақ дегенде мезгіл үстеуі. Кейінгі ұрпақ және алдыңғы ұрпақ. Міне, зат есіммен тіркесіп, алдыңғы ұрпақ, кейінгі ұрпақ. Демек, мезгіл үстеулері зат есіммен тіркеседі. Енді дара ма, құрамына қарай күрделі ме, соған тоқталып кетейік. Бекерге құрамына қарай дара, себебі бір ғана сөзден жасалған. Қазіргі құрамына қарай дара, алдыңғы дара, кейінгі дара. Себебі бұлардың барлығы да бір ғана сөзден жасалған екен. Енді мағынасына қарай ажыратып көрейік. Неліктен, қалай деген сұраққа жауап бергендіктен бекерге себеп салдар үстеуі. Қазіргі, қашанғы деген алдыңғы, кейінгі үшеуі де қашанғы, қай деген, қашан деген сұраққа жауап бергендіктен
олар мезгіл үстеуіне жатады. 8-ші тапсырма. Мәтіннен үстеу сөздерді анықтап жаз. Ғалымдардың айтуынша, кітап оқу рухани жетілуге ғана емес, тән саулығына да әжептәуір пайдалы екен. Бүгінде медицина ілімінде үлкен мидың жұмысы бүкіл ағзаға тікелей әсер етеді делінген. Кітап оқу ауызша, жазбаша сөйлеу мәдениетін жоғарылатады. Тұлғаның өзін-өзі дамытуына ерекше ықпал етуші құрал кітап. Ал оның әлемі кітапхана. Кітапхана білім мен ғылымның, мәдениеттің орталығы, қасиетті орда. Кітаптың иісі мен тыныштық жайлаған осындай кітапханалар кітапсүйер қауымның сүйікті мекені болып қала бермек. Енді осы мәтіннің ішінен біздер үстеудің мағыналық түрлеріне қарай ажыратамыз. Мына жерде мөлшер үстеуі бар, әжептәуір. Әжептәуір мөлшер үстеуі бұл жерде, мына жерде әжептәуір пайдалы. Сын есіммен тіркеседі. Бүгінде, қашан медицина ілімінде бүгінде әсер етеді. Етістікпен байланысады. Қашан әсер етеді? Бүгінде әсер етеді. Мезгіл үстеуі. Одан кейін бізде үстеулер мына жерде қазір тағда қараймыз. 2 ғана үстеу бар екен, 2 ғана үстеуді тауып қойдық. Әжептәуір және бүгінде. Енді осы 2 үстеудің мағыналық түрлі құрамына қарай тоқталайық. Әжептәуір құрамына қарай дара, мағынасына қарай мөлшер үстеуі, бүгінде құрамына қарай күрделі. Себебі бүгін деген сөз, бұл және бүгін деген сөз, мына жерге жазып кетейік. Бүгін деген сөз бұл күрделі. Себебі бұл және күн деген сөздерден кірігуі арқылы жасалған. Бұл және күн деген сөздің кірігуі арқылы жасалған. Бұл күн деген сөз арқылы. Сонымен бүгінгі сабақта біздер сын қимыл үстеуіне тоқталдық, себеп салдар үстеуіне тоқталдық. Себеп салдар үстеуіне қандай сөздер жататынына тоқталдық. Және тапсырмаларды, сол себеп салдар үстеуіне байланысты тапсырмаларды орындап шықтық. Қорытып айтсақ, себеп салдар үстеуіне босқа, бекерге, амалсыздан, лажсыздан, шарасыздан деген сөздер жатады екен. Сол сияқты көсемшелердің де қайталану арқылы сөйлей, көре, оқи деген туынды үстеулерді де себеп салдар үстеуіне жатқызамыз. Себеп салдар үстеулері көбінесе етістікпен тіркеседі. Сұрақтары қалай, неліктен деген сұрақтарға жауап береді. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.